Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып фонетика. Фонетика тіл білімінің дыбыстық жағын зерттейтін сала. Фонетика дыбыстардың жасалу, айтылу, естілу және буын, екпін, интонация мәселелерін қарастырады. Дыбыстардың бөлінуі: дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар, яғни жалаң, яғни а, ә, о, ү, е, о, ү, ы, дифтонг бізде е және у. Төл дыбыстар ә, ү, о, ү. Дауыссыз дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж, з, қысқа и, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ч, х және у. Төл дыбыстар қ, ғ, ң, х. Дауысты дыбыстар а, ә, о, ү, о, а, е, н, у, тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді. Яғни жуан а, о, у, жіңішке ә, ү, е, и, және у. Еріннің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді екен. Еріндік дыбыстар о, у. Езулік дыбыстар а, ә, е, и. Енді жақтың қатысына қарай ашық және қысаң болып бөлінеді екен. Ашық дыбыстар а, ә, о, ү, е. Қысаң дыбыстар о, у, и. Енді у дыбысы айтылуына қарай әрі жуан, әрі жіңішке дауыстылар тобына жатады. Енді дауыссыз дыбыстарды қарастырайық. Үн мен салдырдың қатысына қарай, яғни қатаң, ұяң үнді болып бөлінеді екен. Қатаң дауыссыз дыбыстарға қ, к, х, ц, п, ф, т, с, ш, щ, ч харіптері жатады. Ұяң дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж, з. Енді үнді дауыссыз дыбыстар мұрын жолды, яғни м, н, ң. Ауыз жолды л, р, қысқа и және у. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.